Иса осылардың барлығын шынымен айтқан және жасаған ба? Мен 50 жыл бойы адамдар алдында сөйлеу және саяхаттау, кітап жазу құрметіне ие болдым. Осы жылдар ішінде мен осы сұраққа жауап бере алатын бірде-бір адамды кездестірген жоқпын. Иса өзі туралы "мен шындықпын" деген сөзіне сенесіз бе деп сұрайтынмын. Әдетте барлығы әрине" деп жауап беретін. Сол кезде мен "сіз мұны қайдан білесіз? Мүмкін ол мен бірнеше шындықтың бірімін" деп айтқан шығар деп сұрайтынмын. 50 жыл ішінде ешкім де осы сұраққа жауап бере алмады. Жеке өзіме келетін болсам, Исаның "мен шындықпын" деген сөзіне нық сенем. Оған көптеген себептер бар. Міне солардың бірі. Жаңа өсиеттің авторлары Исаның сөздері мен жасаған істерін бұрмалауға тәуекел етпеген. Өйткені Мәсіхтің айтқан сөздері мен жасаған істерін нақты білетін, оның өмірі жайлы жақсы білетін дұшпандас адамдар оларды бірден түзететінін олар жақсы түсінетін. Осы "мен шындықпын" деген сөз саяси тұрғыға қарсы болатын. Бұл көне Рим, сонымен қатар иудаизм ұстанымдарының беделін қатты түсіретін. Және егер Иса мұны айтпаған болса, онда мұндай сөз киелі жазбаға енбес еді. Тоқта, ол бұны қашан айтты? Біз үнемі оның жанында болдық және бұл сөзді бірде-бір рет естімедік деп адамдар айтар еді. Дегенмен бұл керемет мәлімдеме болды. Сонымен қатар өзіңізден сұраңызшы. "Мен көптеген шындықтардың біреуімін" деп Исаның айтқанын білетін болса, елшілер азап пен өлімге баруға дайын болар ма еді? Жоқ. Исаның "мен шындықпын" деп айтқанын білгендіктен олар осыған дайын болды. Бір сәтке киелі жазбаны шетке қойыңыз да тарихқа көз салыңыз. Мұны өзіңіз де түсінетін боласыз. "Мен шындықпын" деп айтқан Иса үшін жаңа өсиет авторлары өз өмірлерін қиды. Мен оларға сенем. "Мен шындықпын" және "мен жолмын" деп айтқан Исаға сенем. Өйткені олар сонда болған. Сенімдері үшін жандарын қиған. Сонымен қатар осылардың барлығын егер олар жалған куәлік берсе, сол сәтте оларды әшкерелейтін жақсы білетін куәгерлердің алдында айтқан. Авторлар киелі жазбаға ойдан шығарылған деректерді енгізе алмайтын, өйткені бұл оларға деген адамдардың сенімсіздігін тудырар еді. Олар өз көзімен көрген куәгерлер ретінде жазған. Иса жайлы шындықты білетін басқа да куәгерлердің білімдеріне жүгініп жазған.